Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Не жоғалттың? Банк карточкамды көрмедің бе? Ақыр маған келесің ғой. Қанша керек? Жоқ, Жанель. Менің карточкама ақша түсу керек. О, гуманитарлық көмек карточкаға түсетін болған ба? Бұндай әзім үшін кейбіреулер гуманитарлық емес, медициналық көмекке зар болған. Қорқынышты. Жанель, бұрынғы жұмысымнан ала алмай жүрген 6 айлық жалақымды аудар. Алақай, оған 2000 теңге қосып 5 килограмм картоп аламыз. Қойсаңшы енді. Айтсай, қайда карточкам? Бәлкім, қажеті жоқ заттар шкафында тұрған шығар. Қарап көр. Неге менің заттарым мына шкафта тұр? Кешір жаным, лақтырып жіберді, ұмытып кеттім. Бәлкім, менің карточкам аса маңызды заттардың арасында тұрған шығар. Bir нәрсе табу мүмкін емес осы үйде. Ол үйде адам адасатын шығар. Қант араластыратын қасығың қайда? Мам, жаңа жұмысқа тұрып уақытым болмай кетті. Кәмпитпен ішіңізші. Кәмпитің қайда? Қазір қасық тауып беремін. Тоңазытқышта мен карточкам жоқ па екен? Жүргізуші куәлігін ғана. Балам, саған айтам. Елім сен тыңда. Ерболау, мына заттарыңды жинастырып қоймайсың ба? Не деген сұмдық? Мына куәлігің тоңазытқыштың ішіне қалай кіріп кеткені? Аяғы бар ма? Апа, саған айтам. Жанель, сен тыңда демекші. Осы үйде тазалық күнін ұйымдастырсақ қайда? Мен өзіме айтам, барлықтарыңыз тыңдаңыздар. Мен қазір жұмысқа кетіп баратырмын. Бірақ кешке дейін үй тап-таза болады, уәде берем. Сау болыңыз. Қап, карточканы жасатуға да 2 шегелтілік ететін болды. Ол не қылған карточка 2 апта дайын болады. Банк карточкасы. 1 сағаттық жұмыс. Кезекте тұрудың өзі 2 сағат. Сенде қайдағы жоқтайды.
Әй бала, бұл өмірде ең маңызды нәрсенің не екенін білесің. Мерседес дегенім ғой мәке. Жоқ, ол түсінікті ғой. Одан кейінгі маңызды нәрсе. Ақша? Жоқ. Қазақ үшін ең маңызды нәрсе ол туыстық қарым-қатынас. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бұл Жанелдің үйі ме екен? Жоқ, бұл Ерболдың шырағым үйі. Кешіріңіз, мен қателескен шығар. Бірақ та Жанел де осында тұрады. Не керек еді? Мені Жанел үй жинастыруға жіберіп еді. Өлі. Жанел жұмыстан қол тимейді ғой енді. Мамасы қонақта. Өзім үйді жинастырайын деп едім, осы белім ұстап қалады, ойбай. О, не дегеніңіз, апа? Демалып отыра беріңіз. Өзім бәрін жинап тастаймын. Болады ма? Болады. Жүре ғой онда. Кіре ғой, қызым, кір. Бері енді. Ой. Келе ғой, қызым. Шай іш. Жоқ, маған болмайды. Қандай керемет десеш. Немере сен диетадасың ба? Өлі чидей бап. Айналайын, мына құрбы деген нағыз осындай болу керек қой. Бір-біріне қол ұшын беріп, көмектесіп, шырағым, дұрыс сен. Жоқ, мен Жанелдің құрбысы емеспін. Өлі? Онда немене? Ақша қарсы. Жоқ, мен үй жинастыру қызметіненмін. Өлі? Ол не бар екен тағы да? Үй жинастырғаның үшін сен немене ақша аласың ба? Я? 3 бөлмелі пәтер 5000 теңге. Қанша? 5000? 5000? Ойбай шырағым, әй қызым, менің мына белімде ауырмай кетті. Өзім жинастырып алам, айналайын шырағым, сау бол. Бара бер. Мына менің келінім ба, үй жинастырам деп, бізді банкротқа ұшырататын шығар, айналайын. Айналайын, рахмет. Мен 5000-ға өзімнің келінімне сыпырғыш, шымабыра, шүберек деген жаңа жаңғыр болып берем. Айналайын, рахмет. Сау бол, бара ғой. Жақсы, сау болыңыз. Бара бер, рахмет. Бара ғой. Өлі. Бұндай құрбысы құрсын. Ай, сендер бос отыр екенсіңдер ғой. Мына суретті әлі жерге іліп қойыңдар. Ілмесеңдер, екеуіңді орнына іліп қоям. Шахмат ойнайын деп неме миларын ағып кеткен бе? Ой, Аллай. Ойлы, әй, сендер неме мені жындығып тұрсыңдар ма? Ешкім үндемеді ғой. Бүгін ілесіңдер шах, ілмесіңдер тамақ ішпейсің мат. Кімнен көмек сұрасақ екен, а? Мәке, мен білмеймін. Менде бұл жерде бәрі тура ғаламтордағыдай. Құдамның құдасы, досымның досы, жеңгемнің жездесі. О? Алло, ассаламағалейкум Ереке. Маратпын ғой. Болат құдаңыздың жібек жеңешесінің сіңілісінің күйеуінің інісі. Мерседес. Тандыңыз ба? Анау, ала таяғыңызды көтеріп барып, Қабанбай Батыр көшесіндегі көмір банктың бас офисінің қасына барып, бір көтеріп, бір сықырып жібермейсіз бе? Жоқ, кредит емес. Менің інішегіме бір карточка жасау керек болып тұр. Тамаша. Ербол Амангелдіұлы. РНН? Номерін қандай? 8702-500. РНН. РННді біз сосын айтайық. Сіз аналарды тауып қойыңыз, сосын мен хабарласармын сізбен. Жақсы. Жақсы, рахмет.
Осы кейінгі жастарға түсінмейсің не? Үйінде бал ұстамай ма? Жаңалық немен шағып жейді екен? Көдеге қалай? Прогресс бар ма? Бөке, алаңдамаңыз. Мақалаңыз жаза беріңіз. Шеге қағуды зиялы қауым жұмыс штабтан артық білмейтін шығарсыз. Әрине. Бірақ Құдеге, мына өндіріс мақсатында, мынаған қарағанда, мынау ыңғайлы сияқты. Сол да сөз опа, мен жас кезімде осындай таспен шеге қағып үй салғанмын. Және қора салдым, монша да салғанмын. Жоқ, Құдеге, тыңдаңыз. Бері қараң, тыңдаңыз. Мына шеге қазуға қатысты, мына балға, мына тастан серпіс күші бойынша да, орталық салмағы бойынша да, қолданыс эргономикасы бойынша да, балға тастан асып түседі. Ал енді сіз мені тыңдаңыз. Шеге қағуға қатысты физикалық күш бойынша да, қолымның ептілігі бойынша да, және еңбек тәжірибем бойынша да, мен сізден асып түсемін. Және де осы академиктер шеге қағу үшін жаратылмаған шығар. Мәке, Еренемді таппай жүргенімді қарашы. Анау жол полициясындағы кісіден ұят болды ма? Ерболжан бұл өмірде үш адамның алдында ұялмау керек. Біріншісі әйелің, екіншісі жол полициясы қызметкері, үшіншісі Марат ағаң. Ағасы бардың жағасы бар деген ереке қазір шешеміз. Айтжамалға хабарласу керек, Айтжамалға. Ол да жол полициясында істейді ме? Одан да жоғары. Министрлікте ме? Айтекең темір жол вокзалында кассир. Ал кассирдің шешпейтін мәселесі жоқ. Еренемді де темір жол кассасында беретін болған ба? Біздің темір жол кассасында еренін түгілі несиеге үй алуға болады. Алло. Сәлематсыз ба Айтеке? Әрине. Иә, Мараттым. Жо, билет керек емес, рахмет. Жоқ, киноға да бара алмаймын. Театрға өмір барып көрген емеспін, білесіз ба. Тек бір ініме әрінен жасау керек еді. Жақсы. Келістік. Көп рахмет. Міне, шешілді. Салық комитетіне жеке куәлігіңді алып барасың. Мәселе шешілді. Мәке, менде жеке куәлікте жоқ қой. Оның рахмет. Құдеке, таспен шеге қағып үй салғаныңыз қайда? Қазір кезде тастарда сапасыздау болып кеткен-ау деймін. Бір шеге қағуға жарамайды. Солай ма? Тас сапасыз ба, шеге сапасыз ба? Бетон сапалы. Мүмкін содан шығар. Құдеке. Қайран осы шеге сіздің тіліңіз сияқты өткір болар ма еді? Құдеке, не болды ренжіп? Өмір бойғы тас көтеріп, мен біраз көтере алмайсыз ба, не болды? Сіз өз өміріңізде бір ауыр зат көтеріп көрдіңіз бе? Кітаптан басқа. Біле білсеңіз, Құдеке, дүниедегі ең ауыр нәрсе ол кітап. Мына сіздің шегеңіз, күрегіңіз, тасыңыз барлығында менің бір кітабым ауыр. Ондай болса, Құдеке, бір ауыр кітабыңызды алып келсеңізші, мына шеген қағып алайық. Ербол! Таптың ба куәлігіңді? Барсайшы, ан жақта күтіп қалды ғой елдің бәрі. Мәке, жеті ағайынды демекші, куәлігінің қайда кеткен білмеймін. Ербол. Сен рекордтар кітабына тапсырыс берсейші. Не бойынша? Құжаттарды жоғалту бойынша. Бірақ сен оғанда жарамайсың. Неге? Себебі онда да құжаттар керек болады. Ей, немене? Қорқпа, Марат ағаң тұрғанда.
Жұрт 7 ағайынды болса, сенің Мұрат ағаң 17 ағайынды. Қазір Қанекеңе хабарласамыз, бәрі шешіледі. Қанекең деген кім? Қанекең деген сенің әріптесің. Ол да не, инженер мұнайшы ма не? Инженер мұнайшы ма? Инженер мұнайшы болса үйде отырып несі бар? Жұмыссыз. Сен сияқты. Жұмыссыз болса, бұл мәселені қалай шешпек ме әке? Ол халыққа қызмет көрсету орталығындағы бастығының бастығы. Ол қалай? Ол солай. Ол жердің бастығы Қанекеңнің әйелі. Болды, Қанеке, болды. Иә, Ербол деген жігіт барады, айтып ескертіп қойсаңыз. Жақсы. Көп рахмет, Қанеке. Көп рахмет. Болды, халыққа қызмет көрсету орталығына барасың. Шешілді. Бара берейін бе? Ояқтан не деп айтайын, мәке? 5-ші терезеге барасыңдағы Қарақойшы ұлы Қанекеңнің атынан дейсің. Болды. Мәке, қаламсапты бере салшы. Аты ұзақ екен, жазып осылайын. Жоқ. Сен оны жаттап ал. Неге? Себебі сен жазғандарының бәрін бәрібір жоғалтып аласың. Ай, екеуің жабылып жүріп, бір шегеге әлдерің жетпей не көрінді, иә? Шеге жұмсақ, қабырға қатты қайтеміз енді. Ай, сендерге еркек деп жұмыс тапсырсам. Екеуің қаусаған шалбы қапсыңдар ғой, иә? Сен қылшылдаған қыз болсаң, үйдің ішін жинамай не қылып жүрсің? Сен де кемпір болып қаласың ғой шамасы. Сонымен не демекшісің? Қарада тұр. Сен бір шеге қағам дегенше мен бүкіл үйді жинастырып шығам. Көрейік. 5 минуттан кейін белің ауырып, 10 минуттан кейін омыртқаң майысып қалмасын. Сөйттің ғой, иә? Көрде тұр. Көрсетем мен сендерге. Шыларда істеймесің қазір. Құдаке, бір сағаттың ішінде қағам деп ойлайсыз ба? Ол кезінде бір сағаттың ішінде сиырды да сауып, шөпті де шауып, қойды да сойып тастайтынбыз. Бес адам жабылса да бітетін іс емес мынау. Хорошо. Енді бұны қалай қосады енді? Бісміллә. Құдай-ай, мен кіремін, су қылып алдым ғой, Құдай-ай, енді қайттым. Құдай-ай. Öyle? Ой, Құдай, не болып қалды мынағана? Таптым қазір.
құдағи озып кеткен сияқты. Дыбысына қарағанда тапынысы зор. Қорықпағы да ең соңғы шешуші соққы қалды. Рахмет, айналайын шырағым, бақытты бол қызым, оқасы жоқ. Мам, демалысқа дейін күтпедіңіз ба? Мен өзім жинай салады дедім. Қысқау, сен шаршап жүрсің ғой, жұмыстан қажет не? Ой, апаңыз төлеп қойған. Сіз неге сыпырғышпен сыпырып жүрсіз? Үйде шаң сорғыш бар ғой. Сыпыра берсін, ағыласың, қызым, сыпыра берсін. Апа, шаң сорғышыңыз жөнде 2000 теңге болды. Ыдыс жуғышыңыз 3000 теңге болды. Микротолқынды пешіңіз мүлдем жөндеуге жарамайды. Жарайды, бара бер балам, рахмет саған. Айтпақшы, андағы суреттер менің сіздерге бонус болсын. Ой, рахмет, сау бол шырағым. Сау бол балам. Сау болыңдар, рахмет өркендерің өссін ғой. Мам? Мәке, үлкен рахмет. Мен бұл мәселені бұлайша тез шешіледі деп ойламаймын. Осында тез дейсің ба? Тез деп ана екі әкеңнің дуалға шеге қаққанын айт. Мәке, мен өзім бітіре алмас едім. Ей, бала, есіңде болсын. Туыс-туғанның қадірін осындайда білесің. Жалғыздың шаңы шықпас дейді қазақ. Бұл өмірдегі бар мақсат туған туыспен ара қатынасты үзбей араласу керек. Қиындықта да, жеңілдікте де қасыңнан табылатын кім? Ол бауыр, ол туыс. Сендер мына қалада тас бөлмеге қамалып аласыңдардағы туыс түгіл тіпті көршілеріңді де танымайсыңдар. Жігіттің үш жұрты болады. Өз жұрты. Қайсы? Алло. Я мен Марат. Алло, қай айтқали? Зәуре, қай зәуреді? Менің Ақпе Майраның ба? Мал жанаман ба? КамАЗ керек дейді? Кешіріңіз, сіз қателесіп басқа нөмірді терген сияқтысыз, менде КамАЗ жоқ. Жоқ, менің атым Марат, бірақ менде КамАЗ жоқ, қателестіңіз. Мәке, сізде Мерседес қой? Қайда тоқталық? Жігіттің үш жұрты бар. Өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты. Егер оларға көмектеспесең, сенен не пайда? Біз былай жүреміз. Мен былай жүрем құда. Олай жүрмейді, мен былай жүрсем қалай болады? Онда мен былай жүрем. Пап, қолыңыздың ауырғаны қойды ма? Қояйын деді ғой. Бірақ кемпірім даусын естігенде қолым қайда қалған байқамайда қаламын. Құдеке, оның себебі қауіпсіздік ережені сақтамауда. Әр нәрседе қауіпсіздік ережені сақтау керек. Солай ғой, Марат. Қайдам, ережелерді біз сақтаған болсақ, ана баланың құжаттарын 2 апта күтетін еді. Жоғалты болған жоқсың ба өзі? Жоқты? Білі? Қайсы? Кей кезде ережелерге қарағанда туыстық қарым-қатынас деген артықтау болады, құда. Мәселен, кей мына құжатты Ерғали құдам жасап берді. Ал мынаны болса Айтжамал жеңешем жасады, мынаны Қанекеңдей бауырым жасады, бірақ күнде. Ал мына құжатты
кір жуғыштың ішінен таптым. Міне картішкені аяқ киімнің ішінен таптым. Әренен жоқ. Ырныны мына жақты кілемнің астынан таптым. 2-ақ минуттың ішінде. Осымен ең бастысы не? Сыпырғыш? Аха. Швабра? Аха. Шүберек? Жоқ, қателестің бала. Ең бастысы тазалық. Қолдарыңызды жудыңыздар ма? Иә, тап-таза. Мен қазір шай әкелейін. Ал жүріңіз. Құдеге. Екі-екіден болатын да. Жәнел, мына шаугүлдің секілдіп кетті ғой, ә?